Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бізге керегі екі түрлі жүзім. Қара кешмиш жүзім өте дәмді болады. Осыны дәл осылай сабағынан ажыратып аламыз барлығын. Қызыл жүзімді кішкене, бірақ қара жүзімнің барлығын ажыратып алдым. 1 килограммнан аса бұл жерде жүзім. Дәл осыны үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Қыстың кезінде ашып, жүзім жегенде рахаттанып жейтін боласыздар. Ал міне, мен барлығын ажыратып алдым. Енді қызыл жүзімімізді де ажыратып алатын боламын. Міне дайын болды. Енді маған 2 дана 1 литрлік банка жуып тазалап аламыз. Ішіне жүзімдерді бірін-кетін салып аламыз толтырып. Ал қара жүзімді салып алдым. Енді үстіне қызыл жүзімімізді тағы да салып аламыз. Екеуіне де. Міне дәл осылай. Көк жүзімді де салсаңыздар болады. Мен 2 түрлі жүзімнен пайдаландым. Енді үстіне 3 қасықтан қантымызды салып аламыз. 3 қасықтан қант салдым. Ал міне қантымызды салып алдық. Енді үстіне үй температурасындағы суымызды құйып аламыз. Толтырып, қайнап тұрған су емес, әшейін жай су. Қақпағын жауамыз. Енді мынандай ыдысымызға астына кішкене майлығымызды салып, банкілерді үстіне саламыз. Банкілер бір-біріне тиіп қалмау керек. Өйткені қазір біз қайнататын боламыз. Енді үстіне суымызды құямыз. Дәл осыны, дәл үстіне толтырып мен құйып алдым. Енді отқа қойып қайнататын боламыз. Міне отымызды жақтық. Енді қайнап шыққанын күтетін боламыз. Міне менде қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін 20-25 минутқа қайнатып алдым мен. Міне дәл осындай светі өзгеріп шықты. Енді алып банкілерімізді банка жапқышпен жақсылап жауып аламыз. Осымен біздің банкымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады.
Ал міне дайын болды. Енді аударып қойып, үстін жылы сүлгілермен жауып қоямыз. Осымен біздің дайындаған жүзімнен арналған банкымыз қысқа дайын.